Амандасу пайғамбардың сүннеті, сәлемдесу әр адамның міндеті. Басым дейіп сәлем бердім баршаңа, өйткені ол адамдардың бір-біріне құрметі. Гекко кесіртке 5 жыл. Бұл Жапонияда болған оқиға. Үйін жөндеу үшін бір адам қабырғаны бұза бастайды. Дәстүрлі жапондық үйлерде ағаш қабырғалары бір-бірінен алшақ орналасқан, арасы қуыс болады. Қабырғаны бұзып жатқан құрылысшы оның арасында үлкен кесіртке тұрғанын көреді. Кесірткенің бұл түрі гекко деп аталады және үй жайлар арасында жиі кездесетін көрінеді. Кесіртке тірі еді және қашып кетпеді. Өйткені оның бір аяғы шегеленген екен. Жөндеушінің оған жаны ашығанымен қызығушылығы оянады. Себебі шегелер ескі, яғни осыдан 5 жыл бұрын үй алғаш салынған кезде шегеленген. Сонымен не болды? Бұл кесіртке осындай қалыпта 5 жыл өмір сүргені ме? Аяғы шегеленгеннен бері қозғала алмай қабырғадағы қараңғы саңлауда 5 жыл тұрғаны ма? Мүмкін емес, ақылға сыймайды. Құрылысшы шынымен таң қалады. Бұл сұрақ қызықтырғаны сонша жұмысын тастап кесірткеге мұқият бақылау жүргізеді. Не істеп, не ішіп жеп, қалай аман қалған? Кенет аузына тамақ тістеген тағы бір кесіртке пайда болады. Жапон құрылысшысы таң қалғаны сондай, көңілі бір түрлі күйге түседі. Аяқтары шегеленген кесірткені 5 жыл бойы басқа кесіртке тамақтандырып келген. Мүмкін оның жұбы. Сүйіктісінен үмітін үзбей, шаршап шалдығып 5 жыл бойы азық тасыған. Адамдар бізден шықпайтын қабілетті бұл бейшара кішкентай жаратылыс бізден асырып өтей алған екен. Жақын адамдарыңды ешқашан тастама. Қажет кезде бос емеспін деп сылтау айтпа. Бүкіл әлем сенің аяғыңның астында болуы мүмкін, бірақ олар үшін сен жалғыз әлемсің. Бір сәттік немқұрайлылық әрқашан сені жақсы көретін сол жүректі жаралауы мүмкін. Бірдеңе айтпас бұрын жүрегіңе тиіп жүретін сүйіспеншілікті өмір бойыңа жасағаныңмен бір сәтте жойып алуың мүмкін екенін есте сақта.